Сәлем достар, сіздермен бірге Азат Икрамұлы. Бүгін біз сіздермен остеологиядағы 4-ші сабағымызды өтетін боламыз. Бүгінгі сабақта біз сына тәрізді сүйек және самай сүйектерін өтетін боламыз. Бұл сүйектер енді бас сүйегінің ең күрделі сүйектері болып табылады. Қазір мен сіздерге 3D форматта көрсетейін. Жалпы мынау бізде сына тәрізді сүйек осылай басының ортаңғы аймағында орналасады, дары сүйек болып табылады. Мына қарап тұрсаңыздар, екі қанаттары болады, кіші және үлкен қанаттары, олар құлақ аймағына барып жанасатын болады. Бұл бізде самай сүйегі, дәл осылай көріп шықсаңыздар болады сайттан. Сосын мына жақта бізде екінші өтетін сүйегіміз, ол бізде мына самай сүйегі. Самай сүйек бізде жұп сүйектерге жатады. Ол міне құлақтың құлақ аймағында, артқы құлақ аймағында орналасады. Бүгін осы сүйектерді жалпылама талдайтын боламыз. Ал ендеше сабағымызды бастайық. Ең алғашқы сүйек ол бізде сына тәрізді сүйек. Латынша ос сфеноидалия деп аталады. Енді оның анатомия құрылысын бір талдап өтейік. Ең алдымен біз көріп тұрған ол бізде ең біріншісі, ол қарап тұрсаңыздар, мына жерде ер тоқымның арқасы, ол дорсум селе деп аталады. Енді оның дене аймағына келетін болсақ, қарап тұрсаңыздар, не бар? Ол жерде, мына жерде сына тәрізді қойнаудың тесігі бар. Осы тесік бізде сына тәрізді сүйектің қойнауын бар ғой, осы қойнауын бізде ары қарай мұрын қуысымен байланысуын қамтамасыз етеді. Мұрын қуысы. Осылай. Сосын ары қарай осы тесіктің жан-жағын бізде сына тәрізді кеуілжерлер қоршайтын болады. Оны біз конхас сфеноидалис деп атаймыз. Енді оның бізде ортаңғы аймағы төменге қарай бізде сына тәрізді құс тұмсықты бекитін болады. Ол бізде рострум сфеноидалия деп аталады. Енді мына біз бағана айттық, кеуілжер, осы кеуілжер ары қарай өзінің екі жаққа несін береді? Бізде қынаптық өсіндісін береді. Процессус вагиналис. Осы екеуін беретін болады. Енді біз оның қанаттарын өтейік. Қарап тұрсаңыз, сына тәрізді сүйек бізде кіші қанаттан тұрады, алия минордан тұрады, және үлкен қанат алия майордан тұрады. Енді осы екі тесіктің, осы екі қанаттың ортасында не бар бізде? Бұл жерде бізде көзұялық жоғарғы саңлау бар. Көзұялық жоғарғы саңлау. Бұл саңлаудан бізде не өтеді? Бұл тесік саңлау арқылы бізде үшінші, төртінші бізде алтыншы жұп нерв өтеді. Нервтер өтетін болады. Соның ішінде плюс бізде не өтеді? Бізде көру нерві өтеді. Көру нерві дәл осы тесіктен өтетін болады. Енді біз қанаттардың құрылымына талдап өтейік. Мынау бізде үлкен қанатына келейік. Ол жерде ең алдымен біз көретін ол бізде бет сүйектік жиек, марго зигоматикус бет сүйекпен беттесетін беті. Ал оның төмен жағында бізде самай астылы қыр орналасады, криста инфратемпоралис. Сосын оның төмен жағына келетін болсақ, ол қыр әрмен қарай бізде сына тәрізді сүйектің қылқанымен аяқталады. Спиноосис сфеноидалиспен аяқталатын болады. Енді қарап тұрсаңыздар, үлкен қанаттың бізде төмен жағында не бар? Біз екі қанат тәрізді өсіндінің табақшаларын көреміз. Мына ең алғашқы мына қарап тұрсаңыздар, мына табақша бізде бұл қанат тәрізді өсіндінің латеральды табақшасы. Латераль табақшасы. Бұл ламина латералис процессус птеригоидея деп аталады. Ал оның қасындағы келесі табақша бұл бізде қанат тәрізді өсіндінің медиальды табақшасы. Бұл ламина медиалис процессус птеригоидея деп аталады. Дәл осы табақша бізде әрмен қарай немен аяқталады? Қанат тәрізді ілмекпен хамулюс птеригоидеуспен аяқталады. Қарап тұрсаңыздар, осы екі табақшаның ортасында не өтеді? Ол жерде бізде қанат тәрізді тілік өтеді. Қанат тәрізді тілік. Оны біз инцизура птеригоидея деп атаймыз.
Енді қарап тұрсаңыз оның жоғары жағында нені көреміз біз? Ең алдымен тесік қанат тәрізді өзек болады, каналис птеригоидеусті көреміз. Ал оның қасындағы тесікте, бұл тесік бізде дөңгелек тесік, форамен ротундум деп аталады. Дәл осы тесіктен бізде үшкіл нерв бар. Үшкіл нерв ол бізде 5-ші жұп нерві. 5-ші жұп нерві, соның ішінде екінші тармағы өтеді. Ол бізде жоғарғы жақ сүйек нерві. Оны біз латынша nervus maxillaris деп атаймыз. Дәл осылай айтатын болсам мұғалімге. Сосын оның қарап тұрсаңыздар, мына жерде кеңсірік ұялық табақшасы орналасады. Мына тұрған бұны біз lamina orbitalis ossis ethmoidalis деп атаймыз. Оның екі жағына қарайтын болсаңыздар, самай сүйегімен беттесетін самайлық беттері бар. Оны біз facies temporalis деп атайтын боламыз. Бұл жалпылама алдынан көрінісі. Енді біз артқы көрінісін қарап өтейік. Ең алдымен бұл жерде біз бағана айтқандай, бұл жерде ең алдымен несін көреміз? Көру өзегін көреміз. Canalus opticus. Осы өзектен бізде не өтеді? Бізде екінші жұп нерв бар. Жұп нерв. Осы нерв бізде көру нерві өтетін болады. Оны біз nervus opticus деп атаймыз. Дәл осылай айтатын боласыздар мұғалімдеріңізге. Сосын бізде әрмен қарай еңкейген артқы өсінісін көреміз. Мынау еңкейген артқы өсінісі біз процесс clinoideus posterior. Артқа қарай иіліп қалған осы самай сүйек, сынатар сүйектің артқы жағы. Сосын бізде әрмен қарай мынаны қарап тұрсаңыздар, мына жерде бізде еңкейген алдыңғы өсіндіні көреміз. Мынау бізде артқы болса, мынау бізде алдыңғы еңкейген өсіндісі. Оны біз процессус clinoideus anterior деп атаймыз. Сосын бізде мынаяқта қайық тәрізді шұңқырды көреміз. Мына жерде қайық тәрізді шұңқыр. Осы шұңқырды біз fossa scaphoidea деп атаймыз. Ал оның бізде қарап тұрсаңыздар, мына жерде тағы айтып кететін жайт. Сосын бізде қарап тұрсаңыздар, мына біз бағана айтқан үлкен қанат дедік, Алия Майер. Сосын сынатар сүйектің мынау бізде денесі, міне артынан қараған денесі, корпус сфеноидалия. Кейін мына жерде бізде не өтеді? Мына жерде ұйқылық жүлге бар, sulcus caroticus. Бұл жерде ұйқылық артерия, және осының ішінде бізде ішкі және сыртқы ұйқы артериялар өтеді. Ұйқы артериясы өтеді. Осылай. Жалпы сына тәрізді сүйекке жалпылама осылай сіздер мұғалімдеріңізге айтып беретін боласыздар. Ал әрмен